Ассалаумағалейкум достар. Әзіреті Қаратау әулиенің кенеті дейді ата-бабаларымыз. Сол Қаратаудың етегінде жатқан әйгілі сахаба Укаша сахаба кесенесі. Енді Мәшһүр Жүсіп атамыздың айтуы бойынша пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам исламды жариялаған кезде осы түркі даласынан 92 адам болып пайғамбарымызға көмекке барған. Сол 92 адамның қолбасшысы осы Укаша ата болып барған деп айтылады. Енді бұл кісілер шынайы пайғамбар екеніне сол уақытта көзі жетіп, міне сол жерде исламды қабылдаған. Сөйтіп пайғамбарымыздың жанында біраз жыл жүріп, сол пайғамбарымыз алейхиссаламның арқасындағы мөрін сүйген сахаба. Мұхаммад алейхиссалам дүниеден қайтқаннан кейін, сол 7-8 ғасырларда Әзіреті Омардың кезінде осы түркі даласынан келіп ислам дінін таратқан. Ол вақыттарда бұл далаға әлі ислам діні келмеген әртүрлі наным сенімдер болған, міне соларға ислам дінін жеткізу мақсатында келген. Укаша ата пайғамбарымыздың арқасындағы мөрін сүйгеннен кейін бұл кісінің бойына ерекше қадір қасиеттер дари бастайды. Яғни қылыш кеспейтін, оқ теспейтін дәрежесі болған. Бірақ таң намаз оқығанда бұл кісінің денесі балқитын болған. Міне соны жаулары әлсіз жерін біріп, таң намаз оқығанда бұл кісінің басын шабады. Сөйтіп басын шапқан кезде қаны 23-25 метрге дейін шашыраған. Мына ұзын болып тұрған себебі сол, қан ағып шашыраған жерге дейін қанның киесі обал ұрмасын деген мақсатпен өйстіп қабірін ұзын қылып жасаған. Міне алдарыңызда тұрған осы Укаша ата құдығы. Мына құдықтың тереңдігі 25 метр, яғни 7-8 метрдей спираль тәрізді кетеді. Аратай жағы күмбезсек аратай терең болып кетеді. Бұл құдықты да Мәшһүр Жүсіп атамыз өзінің кітабында кереметтей суреттеп өткен. Енді біреуге су шығады, біреуге су шықпайды деген ел арасында аңыз бар. Ол шындыққа жанасады. Яғни адамның күнә қылмысына байланысты емес, мына жергілікті халық құдықтың судан шығуын шықпауын адамның пейіл ниетіне байланысты деп есептеп келген. Енді бұның асты терең 25 метр болғаннан кейін, мына қарасаңыздар, осындай шелектеріміз бар. Бұл шелектер үйсіп, тасқа түсіп, майысып кетеді. Бұл құдықтың тура астына түскен кезде бірден су жоқ, ал суымыз 2,5-3 метрден кейін барып су басталады. Бұл қасиетті осы Қазақстанда құдықтардың бірі.